Келесі 850-ші есебіміз. Сыныптағы ер балдар саны қыз балар санынан 5%-ға кем. Сыныптағы қыз балдар ер балалардан қанша пайызға артық дейді. Яғни керісінше, сонда 5%-ға артық болады. Келесі 851-ші есебіміз. Дүние жүзі бойынша көмір өндірудің пайызға шаққандағы үлесі мынандай. Еуропа 30%, Азия 25%, Солтүстік Америка 25%. Құрлықтың қалған бөлігі көмірдің қанша пайызын өндіреді дейді. Яғни барлығы бізде 100% дейміз. Одан азайтамыз 30%-ды, азайтамыз 25%-ды, азайтамыз тағы 25%-ды. Сонда бізде қалады 20%. Сонда 20%-ын құрлық өндіреді екен. Келесі 852-ші есебіміз. Жер бетінің 3/4 бөлігінен астам су. Жер бетінің барлық су ресурстарының 97%-ын тұзды су, 2%-ын мұздықтарда орналасқан тұщы су құрайды. Қалған тұщы өзендер мен көлдер құрайды. Өзендер мен көлдер тұщы суының қанша пайызына сәйкес келеді дейді. Барлығын біз 100% деп өрнектейік. Одан азайтамыз 97%-ды және азайтамыз 2%-ды. Онда бізде бір ғана пайызы өзендер мен көлдердің тұщы суы болады екен. Келесі 853-ші есеп шығарайық. Мойыл ауаны микробтан 6 минутта тазалайды. Бұл уақыт қайының ауаны микробтан тазалау уақытын 24%-ын құрайды. Қайын ауаны микробтан қанша уақытта тазалайды дейді. Яғни 6 минут бізде 24%-ын құрап тұр ғой, бастапқы 100% табу керек. Ол үшін 6 санын бөлеміз 100-ден 24-ке. Тең 6 көбейтілген 100 алынуына шығады, 24 бөлшектің бөліміне түседі. Қысқартатын болсақ 4-ке тең, яғни 25-ке тең. Сонда қайын ауаның микробтан 25 уақытта тазалайды екен. 25 минут уақытта тазалайды.